Міне Қайсар аға екеуміз Талғар қаласының әкімдігінің алдына келдік. Әкіммен сөйлесуге, аудандық білім бөлімімен сөйлесуге. Ал Талғар ауданы дейді ғой. Қалалық па, облыстық па? Қаласы. Қаласы деп сөйлеу ғой. Ешкім жоқ. Қаланың қабылдауында ешкім жоқ. Акиматта шосын деп алам. Бердім. Sağlık dedi. Қабылдау. Әкім дейді. Сәлеметсіз. Талғар қаласының әкімі қай жерде? Қай жерде? Қашан шықты? 5 минут шығар. Телефонға хабарласыңызшы. Тілшілер кеп тұр деңіз. Білім медиа. Жерде отырған шақты ғой? Үшет тұра беріңіз Америка. Білім бөлімі қай жақта екен көрейін. Сәлеметсіз. Білім бөлімі қай жақта? Районный акиматтағы ол төртінші этажда. Үлкен әкімшілік бар ғой, центрда. Сон жақтағы ма? Жоқ, міне мына көшемен түссеңіз, артқа қарай. Аудандық, районный акимат бар ғой. Қаланың әкімі осы жерде отырады. Заң әкімдігі. Жақсы. Жақсы. Қазақша сөйлейді. Сол есіңізде. Қазақ кісі шыққасын. Аудандық білім бөлімі мына жақта тұр ғой. Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум. Тархан Ардағұлы, білім медиа. Сіз әкімнің орынбасары. Аты жөніңізді айтып жібересіз? Бақтыбаев Маден Алигул. Кім? Бақтыбаев Маден Алигул. Мәге жағдай мынандай, біз Талғардағы 25-ші мектептің жағдайын меңдеп тұрмыз. Осы мектепті кім қабылдады жалпы? Қабылдаса бізде заказчик сол орын. Қалаға қарай ма, облысқа қарай ма сонда? Жоқ, отдел образования солар қабылдады. Солар қабылдады. Ал мына мектепке сіздер қатыстарыңыз жоқ па вообще? Жоқ, қатыстар территорияны бізде тұрған. Территорияны сіздерде тұр? Бұл мектеп негізі бастапқыда қазақ мектебі болып ашылу керек болған екен. Жарғысы бәрі шыққан, Қамнұр Тәлімұлы деген осы Талғардың белсендісі, сіздер сол қолында барлық құжаттары бар, қазақ болып ашылады деп кейін араласып кеткен. Біз қазір мектеп жанына мектептің ішіне бардық, директормен сөйлесіп, мектептің жарғысы жоқ, лицензиясы жоқ, мектепте асхана жоқ. Асханасы бар емес па? Асханасы істемейді. Тендерлардың ойнатып жатқан айтпақшы. Асхана жоқ, одан кейін ана жерде мәшинемен екі жағы парковка жоқ, ана екі жағында екі жер телімдері тұр да, жекеменшік. Балшық болып жатыр мысалы. Оны қазір біз жұмыс өткізіп отырық, оны мемлекеттің балансына алғаш, ол жерге парковка керек. Әрине, үлкен парковка. Қала әкімі оны қазір қозғалтады, сол сұрақты жоқ қозғалтады. Оны жекеменшікті жерді мемлекетке алғаш. Госнужда дейді осында. Кадастрлық бағамен ба, жекеменшік жер иелерімен сөйлесесіздер, сатып алып жерде парковка жасайсыздар. Сосын бізге айтқаны автобус келе алмай екен ол жаққа. Автобус келе алады, оған маршруты да бар ғой жерде.
Енді жаңағы қазір автобус келсе разворот жасай алмай тұр ма? Территориясының ішіне кіріп разворот жасайды. Әңгіме сода болып тұр ғой. Сол болып тұр. Енді бұл мектептің қазақ немесе аралас болып шешілуіне неге ол аралас болып тұр? Басында қазақ мектебі еді ғой. Вообще ол жағы халықтың өзі бізде голосованиемен сөйтіп өздері шешкен. Негізі президенттің өзіміз айтты. Мемлекетіміз екі тілді де құрметтеу керек деп. Мемлекеттік тілші. Мемлекеттік тілші сонда. Мемлекеттік тіл қайда қалады? Президентіміздің сөзі бұл жерде дұрыс емес, ешқандай дұрыс емес. Енді біз оған қарсы шыға алмаймыз. Мемлекеттік тіл бір тіл. Сіздер Дұрыс айтасыз. әділдік жағында жүру керексіздер. Сіздер мемлекеттік тілді талап ету керексіздер. Мемлекеттік тілде бірінші орында болу керек мемлекеттік тіл. Ана жерде мысалы 900 бала деді, жиналып тұрып, бір 100 бала үшін жаңағы 1000 балаға толтырыңдар деп сөйтіп айтыпты дейді. Жаңағы директор ма? Кім айтқан? Аудандық білім бөлімі айтты. Аудандық білім бөлімі 100 бала 1000-ға толтырыңдар, әйтпесе араласып ашырамыз деп араласып ашырып жіберді. Бұл не бассыздық бұл? Не бассыздық бұл? 60%, 51% қазақ. Бұл жерде негізі пайызға да қарамау керек. Бұл жерде мемлекеттік тіл қазақ балалар сұраныс түсті ма? Қазақ мектебі болып ашылды деп сұраныс түсті ғой халықтан. 800 ата-ана қазақ мектебі болып ашылсын деген, соны аяққа басып, солардың құқын аяққа басып тұрып, араласып ашып жіберген. Бұл не бассыздық бұл? Бұл не сұмдық? Кім жауап береді осыған? Құқы тапталды ғой бұл жерде. Дұрыс па? 90% қазақ тілінің, мемлекеттік тілдің құқы тапталды бұл жерде. Қайсар аға, бұл жерде президенттің сөзі заңды ма осы жерде? Мен қазір анықтап айтшы мәселе. Басқа тілді құрметтеуіміз керек. Біз ең бірінші мемлекеттік тілді құрметтеуіміз керек. Бізге орыс тілдің не керегі бар, террорист елдің? Бұл жерде анау Тоқаевтың айтқанында мен қарсымын. Дұрыс емес Тоқаевтың айтқаны. 9-шы мектеп, егер нөмірін қателеспесем. Не сұмдық? Қиғайын деп тұрған мектеп бар да? Бар ма сондай бір мектеп? Бар. Енді неге сол мектептің балаларын ана мектепке көшірмеске? Неге соны жоқ, сол мектептегі бүкіл оқушыларды ана мектепке жіберіп, мысалы, автобус ұйымдастырып, мысалы. Ана жерде парковканы нетіп, реттеп, мен мынаны түсінбей тұрмын да, мектеп ашылады, мектепте лицензия жоқ, мен айттым, жарғысын көрсетіңізші бұл. Аралас па, қазақ па, қандай мектеп бұл? Мен айттым, жарғы жоқ, мен құжаттары жоқ дейді. Мен айттым, сіз қызықсыз едім директорге. Сіз келдіңіз. Енді сіз құжат жоқ, объектпен қалай, ғимаратпен қалай жұмыс жасайсыз? Мысалы, мен машина көлік мінсем, мен құжатым болады ғой. Мен айтпаймын ғой, жол полициясы, мен құжат жоқ екен, мен інім берген деп айтпаймын ғой. Сондай әңгімеде халық голосовать екі тіл дейді, мемлекеттік тіл қалай қалады сонда? Мына Талғарда қазақ мектептері өте аз, Талғар мектептері. Орыс тілдерімен бірге тең? Жоқ. Тең деген таза қазақ деген нәрсе мемлекеттік тіл болу керек бірінші орында. Жоқ, таза қазақ мектебі деген бөлек нәрсе. Аралас мектеппен шатастырмаңыз ол. Аралас мектеп деген бөлек. Мысалы, мен ана кеше мысалы видеолар қарап отырмын да, ана мектеп енді сұмдық. Мына төбе, потолоктары төмен. Балалар далаға туалетке барып жүр. Біз қазір істемейді ол. Көрдік қой туалеттері қандай екенін. Мектептің жағдайы нашар ғой. Ауылда тұрған адамдардың қазір өзі туалетке далаға бармайды мысалы. Енді ана мектеп енді қирайын деп тұрған мектеп анау. Сұмдық ана мектепке мен мысалы бар ғой, баламды ана мектепке бермес едім. Сол қазақ мектебі бұл негізі. Міне көрдіңіз бе қазақ мектебі. Неге сол мектептің балаларын сіздер мына жаққа көшіп, халық голосовать етті анау дейді. Біз қай елде өмір сүріп жатырмыз? Біз қай елде өмір сүріп жатырмыз? Жалпы мемлекеттік қызметкер деген мемлекеттік тіл үшін, мемлекеттік мүдде үшін жұмыс жасау керек деп ойлаймын мен. Мемлекеттік мүдде үшін жоқ, бізде мемлекеттік тіл қазақ тілі ма болды, екінші тіл деген әңгімені айтпау керек ол. Айтпау керек. Заң сондай заңды бұзып қандай заң? Кім шығарды ол заңды? Мемлекеттік тіл кім? Інім, атың кім сенің? Мәден. Ол заңды кім жазды? Назарбаев жазды, дұрыс па? Назарбаев жазған заң ол. Бұрыннан келе жатқан заң бұл. Заңның өзі анау 95-ші жыл Назарбаев қабылдаған заң бұл. Анау парламентте таратып жіберді. Жоқ, мен мынаны таңғаламын да, мына жерге қазір. Бұл заңның өзі заң. Бір 50 семья қытайлар көшіп келсін дейік. 50 семья қытайлар әрқайсысында бір 5-6 баладан болса, соны бізге Қытай класын қытайша мектеп ашып берсе, қытайша ашып бересіздер ме сонда? Неге? Енді сіз айтып тұрсыз ғой, халық голосовать етті дейсіз ғой. Причем халық голосовать етті? Мына жерде жоқ, халықтың несін сұраймыз ғой бізде ол. Қандай сұрадыңыз? Протоколдар бар ма? Ойында сұрау керек. Жоқ, протоколдар бар ма? Халықтың мнениесі. Образованиеда болу керек шығар ол. Жоқ, енді болу керек шығар емес. Акимат оны таңдамайды ғой, біз оған қандай тіл болады екенін.
жоқ мына қазақша орысша аралас болады дегенде кім шығарады сол бұйрықты, кім жауапты, соны білейікші. Біз просто білгіміз келіп тұр. Нақты сіздің жеке басыңыз бізге, біз оған қадалып тұрған жоқпыз, қызмет бабында отырсыз, біз сол үшін сұрақ қойып отырмыз. Аралас болып, ол қазір мектеп аралас па, қазақ па? Қазіргі таңда аралас болып тұр. Құжаты бар ма? Құжаттар біздің район отдел образования бар, бар. Құжатта не деп жазылып тұр? Аралас. Ол қалай, ол басында қазақ болып ашылды ғой, жарық шықты ғой қазақ. Сонда ол құжатты өзгертіп тастады ма? Өзгертіп тастаған жоқ. Енді жаңа район отдел образования қазір хабарласайық. Сол кісілермен бар, кездесейік. Қазір бірге барамыз ғой? Бірге барайық. Міне қараңыз, кәдімгі видеода, Думан деген осы Талғардың журналисі, видеода да нақты Қамнұр Тәлімұлы деген видео көрсетіп тұр. Мына мектеп міне қазақша болып тіркелген деп ше. Сосын алады да бұл аяқ асты аралас болып кетеді. Біз соны түсінбей тұрмыз да, бұл аяқ асты аралас болып кетеді. Аяқ асты аралас болып кетеді да, сендер 889 бала жинағансыңдар, 1000-ға жеткіздіңдер деп айтады екен. Ол керісінше әкімшілік, аудандық білім бөлімі, олар жұмыс жасап, қазақ топтарына балаларды тарту керек қой. Айтпай, ана мектеп қой деп тұр, ана мектепті көшіріп алып келейік түгел балалардың бәрін. Акимат жағдайын сіздер жағдайды, егер ана мектептің мысалы балалары толық 25-ке көшетін болса, автобуспен немен қамтамасыз етіп жағдай жасап берер едіңіздер? Ол проблема емес, парковка, жер мәселесі бәрі оны сөйлесіп отырсыздар, Ол қазір жұмыс сол бойынша жүргізіп. Енді асхананың мәселесі қашан шешіледі? Тендер ойнату керек. Енді кейбір ата-аналар мысалы мынандай жағдай болуы мүмкін, асхана жұмыс жасамайды, сосын баласы мектепке бермеуге мүмкін, қазақ тобының ата-аналар. Мысалы әрбір ата-ана баласын ашып жүргенін қаламайды ғой. Тендер ойнатқанда оның бір регламенттері бар ма, или 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл жүре бере ма солай? Жоқ, ол жақта қазір бүкіл сол сұрақтарды жаңағы отдел образования жүргізіп жатыр. Просто біздің қатысымыз қазір сол жаңағы жерін реттеп беруге. Сіздер жерді реттеп бересіздер. Там шет жағында қазір су батып жатыр ана жерде. Ар жағы сіздер жауапсыздар. Өйткені территориально бізде болды. Оны құжат жұмыстарын жаңағы мен сізге айтып отырмын, сол қазір барып районға барайық. Сол жерден сол сұрақтарымызды қояйық. асфальттап бәрін дұрыстау керек. Оны біз қазір соны жұмыс істеп жатырмыз. Тездету керек қой, тездету керек. Балалар қашып жатыр екен. Енді ол да оңай емес қой, біреудің жекеменшікті тартып, оған ақшасын беріп дегендей. Ол да оған көндіруге заң бойынша бар. Жоқ, енді кейбіреу келіспесе сотқа береміз мысалы. Бізде ол мемлекеттің, біз өзімізге ешқайсы сұрап отқан жоқ ол үйді. заң аясында ғой. Мен түсіндім. Бірақ мен мына нәрсені түсінбей тұрмын да, директор мектептің құжаты жоқ, лицензиясы жоқ, жарғысы жоқ деді. Сіз бар деп тұрсыз. Бұда барып қазір анықтайық, құжатты көрсетсін, қашан тіркелген, бізге құжатты көрсетсін. Бұл заңсыз істеп жатыр деп мен ойлаймын қазір. Дәлел көрмейінше, мысалы. Бұл өткенде мысалы оқу министрімен де кездестім. Айттым, осындай жағдай болып отыр. Неге бізде Қазақстанда қазақ елінде жүр, Қайсарада. Біз неде бар ғой бір гастарбайтер сияқтымыз бар, қалай сол біз қазақ елінде жүреміз да, қазақ мектебін ашайық десек, дауласып соған кедергі. Бір 4 әйел келеді, орыс тілді ма, диаспора өкілдері ма келеді да, ол араласып ашынар десе, аралас болып кетеді. Ал мына жақта басқа 4000 адам бар, басқа қанша қол жинаған ата-аналардың құқы тапталады. Құқы тапталады да, сонда сіздер 4 әйел шуласа, орыс тілді Путинге айтамын деген сияқты. Сондай Путинге айтамын деген сияқты. Жоқ, сондай соған бола араласып қатысымыз просто мен жаңа түсіндіріп отырмын, біз жаңа парковкасын ұйымдастырып беру, о жағын сояққа барып шешіп көрейік онда. су еріп сол сұрақ осыған соны реттеу керек. жүр дархан соған барып қояйық. Біздің жұмысымыз, задачамыз сол. Қазір қалай істейміз? Қазір аудандық білім бөліміне барып, қай жерде жақын бар? Міне осы жерде. Жер ғой? 260 метр. Болды кеттік, барайық. Осындай бірге жүрміз енді. Бірге барайық. Қазір бүйтіп жаңа